ораза айлар бойы, тіпті күні түні ұстайтын нәрсе емес. Аяттың жалғасында айяман мa'дудат, белгілі күндерде ғана, Рамазан айында ғана, оның ішінде де белгілі сағаттар, 24 сағат ораза ұстамайсыз. Абдулла ибн Амр дейтін сахаби пайғамбарымызға Абдулла ибн Амрдың өмір бойы үзбей ораза ұстайтындығы жайлы хабар жетеді. Пайғамбар одан қайтарады. Сен дүйсенбі және бейсенбі күні ұста деп хабар береді оған, Абдулла ибн Амрға. Абдулла ибн Амр айтады: я Расулалла, aqdiru akthar min zalik, мен одан көп нәрсеге шамам жетеді. Яғни дүйсенбі, бейсенбі шектелмей, мен күнді ұстауға шамам жетеді дейді. Пайғамбар айтады: жоқ, онда сен бір күн ұста да 2 күн аузыңды аш дейді. Жоқ, я Алланың елшісі, мен одан да көбіне шамам жетеді дейді. Олай болса бір күн ұстап, бір күн ашып жүр дейді. Я Расулалла, aqdiru akthar min zalik, одан да көбіне шамам жетеді дейді. Жоқ дейді. Ең абзал ораза Дәуіттің оразасы дейді. Дәуіт алейхиссалам ясуму яуман ва юфтир яуман. Яғни бір күн ораза ұстаса, екінші күні аузын ашады екен. Пайғамбар сөйтіп оразаның қалай ұсталатындығын да көрсетті. Бұл басқа бір хадисінде бұл хабар жеткен кезде фаман рағиба ан сүннати фалайса минни, кімде-кім менің сүннетімнен теріс бұрылса менен емес. Пайғамбар қалай ораза ұстау керегін сүннетімен баяндады. Ал бізге Рамазандағы оразаны Алла тағала белгілі күндерде дейді. Сосын қараңыздар, белгілі күндерде ғана, тағы бұл Алланың мейірімі. Содан кейін тағы да келесі аяттарды қарасақ, Алланың мейірімі одан бетер пендесіне көрініс таба бастайды. Сосын айтады Алла тағала: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Егер сендерден бірің науқас болса, сапарда болса, басқа күндер ұстасын дейді. Бұл да жеңілдік пе? Ол жеңілдікті кім берді? Жоқ, ауырсаң да ұстайсың деген жоқ. Алланың тағы бұл рақымын көрсетіп отыр. Кейбір мұсылмандар қателеседі. Оразада ауырып тұрса да Рамазанның берекеті, сапарда жүрсе де Рамазанның берекеті жоқ. Алла тағала рұқсат берді саған. Алла қаласа сол берекені Рамазаннан кейінгі ұстаған күніңе де қоя алады. Алланың құдіреті шексіз. Өзі рұқсат берді, сен кімменсің? Ғибадатпен біргесің бе, әлде Алламен біргесің бе? Алла тағала басқа күні ұста деді саған. Егер Рамазаннан кейін басқа күні ұстасаңыз, сол Рамазандағы сауапты да сол күні ала аласыз, 100%. Бұл Алланың несі? Тағы да пендесіне берген ерекше мейірімі, рақымы. Содан кейінгі аятта тағы келеді. Не дейді? Шамасы келмегендер фидия берсін. Ол тағы да мейірімі. Сосын тағы қайталайды: науқас болса, сапарда болса, басқа күн ұстаса, Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауыртпашылық қаламайды. Қараңыздар, ислам сондай бір керемет, құдіретті дін. Ол біз үшін, біздің пайдамыз үшін осындай құлшылық беріледі, бірақ бізге көп жеңілдіктер ұсынылады.